Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бұл плейлист ағылшын тілін нөлден бастап оқып үйрену атты авторлы бағдарламалық курс. Ағылшын тілін енді бастап жатқан, мүмкін сіздің жасыңыз жетте шығар, мүмкін сіз алтын неміс тілін немесе француз тілін оқыған шығарсыз. Онда тура сол курсқа түстіңіз. Бұл ағылшын тілін әліпбиінен басталатын, әріптен, дыбыстан басталатын курс болып табылады. Жалпы курс жүргізушісі мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Ал кеттік онда сабаққа. Подписаться все батырмасын басып қойыңыздар, сіздерге уведомление болып барады, өйткені бұл сабақтың жалғасы ретінде жүйелі түрде жүру үшін аптасына 2-3 сабақ салынып отырады. Бүгін сіздер бірінші сабаққа келіп отырсыздар. Келесі сабақта мына жер сабақ 2, сабақ 3 дегенге мән бере отырыңыздар. Ал кеттік онда. Ағылшын тілінде 26 әріп бар. Әр әріптің өз графикалық атауы бар. Оның ішіндегі 20-сы дауыссыз, ал 6-ы дауысты. Ал онда кеттік. Ағылшын тілінің әліпбиі. Қазір мен сіздерге оқимын. Сіздер дұрыс жазылуына және оқылуына мән беріңіздер. Бірінші қатардағы тұрған ағылшын тілінде графикалық әліпби, екіншісі транскрипцияның дағы дұрыс, осы әліпбенің дұрыс оқылуы, ал үшінші қатардағы тұрған қазақ тілі әріптерімен оқылу түрі. Ал кеттік онда. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ал қазір біз ағылшын тіліндегі 26 әріпті айтып өттік. Жалпы ағылшын әліпбиін. Ал кеттік, онда жалғастырамыз. Sound дегеніміз не? Letter дегеніміз не? Екеуі түрлі нәрсе, иә? Sound дегеніміз ол дыбыс. Дыбыс сөйлеу барысында айтылады және естіледі. Ал жазу барысында әріпке айналады. Letter дегеніміз әріп, ал енді тереңірек керек. Мысалы, daughter деген сөзге назар аударайықшы. Қызы, иә, дочкасы. Daughter. На самом деле мына жерде 8 әріп тұр. Алайда 4 қана дыбыспен беріліп тұр. Daughter. Сонда мына жерде daughter деген кезде 4 әріп бір ғана дыбыс беріп тұр. Көрдіңіздер ғой? На самом деле жазылу басқаша, оқылуы өзгеше. Енді мән береміз, бұл қалай болды? Жалпы ағылшын тілінде 26 әріп бар деп қазір қарастырып өттік, танысып өттік. Енді 44 дыбыс бар екен, достар. 44 дыбыс. Ол дауысты және дауысыз болып екіге бөлінеді. Ал дауысты дыбыс 3-ке бөлінеді. Ұзақ дауысты дыбыс, қысқа дауысты дыбыс және де дифтонг дегеніміз ол D2 деген мағына білдіреді. Дауысты екі дыбыс қосарланып, бір дыбысты білдіреді, дифтонг. Ал кеттік онда. Келесі тақырыбымыз ол бізде транскрипция. Сөзді дұрыс оқуға көмек беретін осы транскрипция. Транскрипция бұл әріптерден ерекшеленетін арнайы белгілер арқылы сөзді құрайтын дыбыстарды беру. Әр белгі бір дыбысты білдіреді. Транскрипция әрқашан тік жақшаға алынады. Транскрипциядағы екпін ол түсетін екпінді буынның алдына қойылған жоғарғы үтірше белгісімен белгіленеді. Яғни, екпін қай буынға түседі, сол буынның алдында жоғары үтірше болады. Қос нүкте белгісі бұл ұзақ айтылатын дауысты дыбысты білдіреді. Ал көрейік. Дауысты дыбыстар, сонымен дауысты дыбыстар ұзақ және қысқа болып бөлінеді. Ұзақ дауысты дыбыстар ұзақ айтылады. Ал қысқа дауысты дыбыстар ол үзік немесе қысқа айтылады, аты затына сай. Келесі дауысты дыбыстарға арналған фонетикалық түймедаққа назар аударамыз. Жалпы 6 дауысты дыбыс бар деп айттық, иә? 6 дауысты дыбыс бар дедік. Және 24 дауысты дыбыс бар екен. Точнее, біріншісі 6 дауысты әріп болса, екіншісі 24 дауысты дыбыс бар екен. Біз айттық жаңа, дауысты дыбыстар олар ұзақ, қысқа және дифтонг, трифтонг болып бөлінеді екен. Бірінші қысқа дауысты дыбыстарға тоқталайық. Қараңыздар. Мына жерде А, менен кейін қайталасаңыздар болады. А, О, қысқа О, қараңыз. Мынау
толық о емес, қысқа о. Ортасынан үзігі бар. У. Қараңыздар, дыбыстар қалай жазылып тұр, солай оқылады. У, и, е, а. Қараңыздар, жалпы ағылшын тілінде е деген әріп жоқ, бірақ е деген дыбыс бар екен. Бұлардың бары қысқа айтылады. Ал енді орыс тілінде де, қазақ тілінде де бұндай ұзақ дыбыстар жоқ, я? У, и деген секілді. Ал оқып көрейік. Біз жаңа айттық, екі қос нүкте ұзақ айтылатынды білдіреді. А, о, у, и, ә. Келесі дифтонг жаңағы екі дыбыс, және үш дыбыс. Трифтонг деген үш дыбыс. Ал кеттік онда. Ай, ой, ей, ау, әу, уа, эя, ия, ая, ауа, юа. Осылай не істеп алуларыңыз керексіздер? Осы дыбыстарды жаттап алуларыңыз керексіздер. Достар, 24 дауысты дыбыстарды. Біріншісі қысқа, екіншісі ұзақ, үшіншісі дифтонг, трифтонгтар. Бұл белгілерді сіздер үйрену арқылы ертең кез келген сөзді дұрыс оқуды, дұрыс транскрипциялауды үйренесіздер. Және сөздікті ашқан кезде белгілі бір сөздің дұрыс оқылуын сіздер транскрипция арқылы үйренетін боласыздар. Сондықтан дыбыстарды танып білу өте маңызды. Окей? Қазақ тілінде барлық дауысты дыбыстар қысқа, егер біз кейде оларды ұзақ етіп айтсақ, сөздердің мағынасына әсер етпейді, я? Мысалы, бала десе бала, ана болса ана, әке болса әке, кітап болса кітап деп айтсақ, ешқандай мағына өзгермейді. Алайда, ағылшын тілінде басқаша. Егер біз ұзақ дыбыстың орнында қысқа айтатын болсақ, мағынасы өзгеріп кетеді. Сондықтан дыбыстардың қысқа және ұзақ айтылуына мән беруіміз керек. Мысалы, машина деген сөзде car, біз car десек, басқа сөз болып кетуі мүмкін. Түсінесіздер ме? Ал енді ұзақ дауысты дыбыстардың дұрыс айтылуына мән береміз. Қараңыздар, бағана айтып өттік, екі қос нүкте ол дыбыстың ұзақ айтылуы мағынасында. Ұзақ айтылады деген сөз. И, менекей қайталаңыздар. И дыбыс қазақ тіліндегі и дыбысына ұқсас. Ине, сақина деген сөз. Екіншісі а дыбысы ол ана деген секілді. О дыбысы, яғни бор сөзіне ұқсас, я? Немесе боран, давайте боран деп айтайық, я? Бұл дыбысты айту үшін ерін кішкене дөңгеленіп, тіл сәл артқа шегінеді. У дыбысы, қараңыздар, мен сәл ұзақтау айтып жатырмын. И, а, у. Қазақ тілінде у дыбысына ұқсас, бірақ ұзақ айтылады, я? Буын, қауын деген секілді. Бұл дыбысты айту үшін ерін сәл алға қарай жылжиды. Келесі ұзақ ә. Қазақ тілінде ә секілді ұзақ айтылады. Ерін созылып, ауыз сәл ашылады. Жалпы біз сіздермен бүгін ағылшын әліпбиін, дауысты дыбыстардың дұрыс оқылуы, әріп пен дыбыстың айырмашылығы, транскрипция дегеніміз не, және де ұзақ дауысты дыбыстардың дұрыс айтылуына мән бердік. Енді келесі сіздер осы дыбыстарды қайта-қайта менімен бірге қайталап айтып көріңіз, және қажет болса дәптерге түртіп алыңыз. Сосын енді келесі екінші сабаққа қатыссаңыз болады. Сіздермен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Келесі екінші сабақта кездескенше. Goodbye. Сау саламатта болыңыздар.